Қош келдіңіздер. Назар аударайық. Тұрсынбек Қабатовтың концертін жібермей қарайтын жанұя. Мына Тұрсынбек шындап те өмірден алады бәрінде. Шынымен солай айтып отыр, қазір адамдар сондай ғой мысалды. Сендерге айтам. Мен сендерге көрініп тұрмын ба? Өйткені біз ағайын қазір адами қасиетімізден кішкене айырылып батырған секілдіміз. Қазір біз екінші тұрған маймылға жеттікті. Өйткені қазір көшеде бас көтеріп жүрген қазақ көрмейсің. Қолдарында бір телефон, қоғамда не болып жатыр қызық емес. Телефонның іші қызықта бізге. Сыртынан қарағанда кәдімгі маймылдар отырған секілді байқамайтын шығарсыздар бек. Ол аздай оны қазір балаға да беріп қойдық. Ана балдарды қарасаң, бір маймылдың балдары отырған секілді. Тұрыңдар! Телефоны іші кіріп кеткен. Сендер не қарап отқандар білесіңдер ма? Тұрсынбек айтып жатыр сендерге. Заманнан қалып барасыңдар дейді. Телефон іші кіріп кеткен, сырттан не болып жатыр? Қызық емес сендерге. Сен осы Тұрсынбектің концертін көрсең, өйстіп қағынып кететін не? Қалай ашуланбайсың? Бәрің телефонның ішінде отырсыңдар. Тойға мен дайындалам ба? Сол той маған керек пе әлде? Сиырды кім сояды? Қайда сиыр қайда? Ана холодильник қайда салатын? Тұрсынбекте қызық, айранда үйіп отқан семьяның бәрін бытшын шығарып, тасталқан шығарып. Өзіне бір кішігірім мешіт ашып алып, сонда уағыз айтып отыра берсе болады ғой. Қайда ана? Холодильник қайда? Азаматқа айттыңыз ғой, алып біледі өз. Мынау холодильник па, адам ба кетқан? Не мынау? Холодильник? Сиыр ғой сояйынып атқан, білесің ба? Сиыр. Енді маған ауырға көтеруге болмайды ғой? Онда сиырға барып айтайын, ойбай сәке, жағдай былай болып тұр. Біздің балаға ауыр көтеруге болмайды. Былай істейік, бірінші сенің алдыңғы аяғыңды кесіп алайық. Сосын асықпай артқы аяқ бөліп сала берейік. Ең соңында баспен әңгіме соғып отырайық. Бас сен қалдың енді деп. Көш солай айтуға бола ма не? Иә, болады мына. Бір аяғын кесіп тастайсың да қалған ана матамен байлап қоясың жеткізіп пока. Жеп болғаншаға дейін. Жо, не саламыз енді? Сен саламыз, басың жарайын ба? Не мынау қайда не сиятын сен? Кет бар. Не деген мынау кім? Ес-түзсіз емес осының бар ғой. Балдарды айтамын да, қараш, бір нәрсе тапсырсаң істей алмайды. Не сабақтарын оқып жаратпайды. Түсінбеймін осыны. Вообще оған неден болды екен? Вроде ешкімге жамандық жасаған жоқпыз, балдар осындай оқып қалатындай бар ғой. Ешкімнің алажыбын аттаған жоқпыз. Қонақ қарсы алып шығарып содан басқа бар ғой. Түсінбеймін. Баяғыда сен осы киік аттың, осы киіктің киесі емес пе екен, жібермей атқан? Содан емес пе екен, Қойшай, одан емес, одан кейін мотоциклдан аударылып қалған жоқпын ба? Нормально расчет, одан емес. Не, баяғыда бір біздің қойлармен бір бөтен қойлар ілесіп кетті ғой, 2-3 қой. Сол есіне келгенде жоқ деп артынан сойып алдың ғой, содан емес пе екен? Одан емес, одан кейін жұмаға барған жоқпын ба? Нормально, одан емес. Сен 5 жылда іштің ғой, үзбей, содан емес пе екен, Кім ішпей жатыр, одан кейін қойдым ғой. Олай мүмкін емес ол. Қыстыгүні баяғыда мысық мияулап тұрғанға сыртқа шығарып жіберіп едім. Содан емес пе екен, содан! Сенің кесірінен болып тұр ғой бәрі, балдардың бәрі сондай болып қалған. Мысық сыртқа шығарып жіберіп. Киікті қайда қоясың? Жаңа 2 бөтен қойды қайда қоясың? Сен мысық шығарып жібергеннен жұмаға бардың ба? Жоқ. Мотоциклдан аударылдың ба? Жоқ. Вот енді нағыл дейсің, сенің кесірінен балдардың бәрі осындай болып қалған. Мысық шығарып жібергенсің, мысықтың қарғыс жаман деп мен саған баяғыда айттым. Нең бар еді? Менен көмек керек па? Жоқ, ешқандай көмек керек емес, аман жүрсе әйтеуір болды, басқа ештеңе керек емес болды. Ана жаққа барып дайындала бер өзің. Болды. Қайта осы Тұрсынбекті айтқан тыңдап жүрген әйтеуір. Не телефон ұстамайды әйтеуір. Айтпақшы, мен планшетім қайда? Қазір береміз, анаяққа апарып береміз. Бұған да жоқ тұрғансыңдар ма? Адам жоқтап бір. Қырып жоймай телевизорыңды қарада отырш болды. Мына адамның қасы бар ғой, сол түссе, мидың бір клеткасы өлді деген сөз екен. Қазір қоғамда байқасам, қасын вообще жұлып тастайтын қыздар, жеңгелеріміз бар. Мында кел, мен сен туралы айтып жатырмын. Сосын не істейді? Ми істемеген адам өзінің бетіне сурет салады. Енді оны ми істемеген адамға не сұрайсың деген отыр. Мына көрдің ба? Миың істемейді сен мына сурет салып тастағанның бәрі, миың істемегендіктен деп жатыр міне. Тұрсынбек айтып жатыр, қара. Әйел адамдар дейді, шашын бояса, миы 2 есе кішірейді екен. Енді қара, сен маған күйеуге шыққан шашын 1000 рет боядың. Сен миың кішірейіп мынандай оқыған шығар үшін. Ана кесең үшін жүрген шарик құсап шылдырлың еткізіп. Бір күн абайлаш қатты жүгірген мұрнынан атып кетпесін қалған миың. Мен Тұрсынбектің бүткіл монологын білем, ондай айтқан жоқ. Айтса да әзіл үшін айтқан шығар енді. Шаш бояғаннан ми кішірейді деген миға сыймайтын әңгіме ғой, құрсын. Өтірік айтпашы осы. Адамды күмәндандырып бар ғой сенде. Айтып жатыр ғой, Тұрсынбек айтса айтқандай ғой, шынымен сондай болып жатыр ғой. Не Тұрсынбек құдыққа түстесе түсесің ба бір күні?
күн ыстық болса түсеміз, ода тұрған не бар? Ал Тұрсынбектің айтқанын тыңдайсың ғой. Иә? Тұрсынбек айтты ғой, әйелдерін сыйлаңдар, тамақ пісірсе мақтаңдар, көйлектер қай көйлекті киейін деп тойға дайындалып жатса, айт мына көйлекті жақсы қараңдар деп айтқан жоқ па? Соны неге істемейсің? Ал Тұрсынбек тыңдайсың ғой. Ну ладно, бір рет қателескен шығар, енді ол да адам ғой енді. Түсірмейтін сияқты болмайды, Тұрсынбек те қателеседі не? Өзің айтса сөйтіп құтылып кетесің ғой тек. Яғни мына как раз Тұрсынбек осы қалада жүр екен, мен айттым келіп той туралы сөйлесейік деп үйге келеді, қазір сөйлесеміз. Мә, қалаға келген бе не? Иә да. Тойға келді ме екен, әлде концерт беріп жатыр ма екен? Жоқ, күреске балдарап келген. Есің дұрыс па? Осы Нұрсұлтан қаласында тұрмай ма Тұрсынбек? Нұрсұлтанда тұра ма? Иә. Мен оны Астанада тұрады деп жүрмін ғой, құрсын. Ол іште емес, ол дейтін бұрын Целиноградта тұрды ғой, білесің ба? Қой? Иә, сосын Ақмола облысына көшті. Сосын Астана, қазір Нұрсұлтанда тұрады, қалада 4 үйі бар. Бес бала мен 4 үйге көшіп қонып жүрген оңай емес шығар енді, 4 қалада тұрса. Иә, миың кішірек болған, тупой. Қойшей, осы жалғыз сен дейсің ба, тупой? Саған айтам, жалғыз сен дейсің ба дейді ғой. Қазір Тұрсынбек келсін, айтады бәрін беттерің осыны. Үйге келе ме? Иә да, енді адамдар айтып отырмын, телефоншы кіріп кеткенсіңдер, қарамайсыңдар сыртта не болып жатқан. Есің дұрыс па? Адресті таба алмайды ғой, барып әкелмедің бе, ұят қой құрсын. Енді барып алып келейін деп жаңа Марсқа айттым ғой, Тұрсынбекті алып келейік деп. Ол айтады, мен босамайым, соғым сойып жатырмын дейді. Жақсы, онда айттым, Тұрсынбекке таксимен кел, ақшаңды өзім төлеймін дедім, болды емес пе? Сол Марс ініңді айтам да, нәп-нәнбай өгіз сойып жатыр. Сол бір ағам бар ау, бір аяқ етін бере қояйын демейді ғой сол. Қоше болды. Қуанып қалады ау артына. Не құнығып отырсың? Кеше сойдың, ертең тағы соясың, ет жетпей жатыр ма? Сен осы бірдеңе сойсаң дәлбелақтап апарып бересің осы бір аяғын, мынау сендерге. Қош болды. Маған бәрібір, мен өлмеймін. Ет жемей жүр дейсің ба, маған бәрібір. Өзіңнің өзіңе айтып жатырмын просто жай. Тұрсынбек келді. Қойшы. Ертерек айтпайсың ба, қалай болды тым қараш? Қалай болды Тұрсынбек, саған келе жатыр ма? Үй жинаңдар, ұят. Маған ғой сөйтіп дайындалмайсың өзі. Үй жинаңдар. Мына қара, Тұрсынбек айтса айтқандай, әбден қонақ келетін кезде есіне түседі ғой, дайындалып жатқан. Қоя қойшы, Тұрсынбекті айтпай тұра тұршы. Мына көрпе жыртық қой. Аударып қой міне аяғымен. Мын жағы да жыртық қой. Қырынан қой, тігінен қойшы былай, тігінен. Скамейка сияқты бәріміз отырайық, шымышқы салып Тұрсынбек, бәріміз қазір. Телефон шұқылағанша осыны шұқыламайсың ба? Жыртықтың үстінде отыр, қозғалма, көріп қалмасын. Ту, ұят болды мынау. Ассалаумағалейкум аға. Қалай інім, амансың ба? Қалыңыздар, жақсысыздар ма? Жақсы, өзің қалайсың? Аға, паяльник бар ма? Бас үйде соғым сойып жатқан. Соғым сойып жатсың бір, ағам бар ау деп бір, ағаңа бір соғымның бір жарты етін әкеліп беруді өлмейсің ғой. Ой, аға өзіңіз кеше соғым сойып. Қойшы, кеше деме, жоқ, паяльник, жоқ болды. Басты немен үйттіңдер ал? Үйткен жоқ, шугаренка апардық. Аяқтарың қалғанда қашулардың пезетпен жұлып тазалап алдық өзіміз, жоқ болды бар, кетші бар. Ағам дейді ғой. Ой, кез келген нәрсеге ренжіп ағасың. Қойшы болды, жоқ, кетші бар. Бар кет деп тұр ғой, кетші сен сияқты біреу алды, кетті, жоқ, келген жоқ, болды, бар, бара ғой бар. Жай ғана ағайын мен сені ажыратайын дей ма 6 секунд. Ол жайлап тұрып бүйтіп айтады. Ана ағаңды айтам да, бір жылқы сойды ал. Бір аяғын сол бізге берсе болады ғой. 24 сағаттан кейін сен үш туыстарын жек көре бастайсың уже бар ғой. Мен деген ол жылқы деп жатыр ғой, мен сиыр деп айттым ғой. Екі бөлек әңгіме емес пе? Сен бар ғой, кәм сен уың 24 сағат 5 минутта десіп етеді ол кәм. Тұрсынбек осы үйге камера ма, бірдеңе қойып қойған жоқ па, осы біздің үйдегі әңгімені айтады тек қана. Інім, кел, паяльник бар екен, алып кет кел. Иә, жақсы. Сен бар ғой, өйстіп ағаймен араздастырасың мен бір күні. Қойшы, мен саған не нағылдым ба, әлде сенің ініңнің екеуің араларыңда сендер нетіп отқан кезде мен нағылып бір нағылдым ба айтшы. Өміріңде бір нете қойып едім, сен соны нағылып бір. Өзіңде не шеш кішкене миыңмен нағыл шеш, өзіңде не емессің ба? Қашан бір мен сенің араларыңда не қылдым айтшы ал. Сен өзің түсінің ба не айтқаныңды? Сен түсініп отырсың прекрасно тек. Тұрсынбек келді ал. Дайындалып тұр, Тұрсынбек амандасыңдар, дұрыстап қазір. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Қалай, амансың ба Тұрсынбек, жақсы ма? Денсаулығың қалай? Бәрі жақсы ма? Тұрсынбек, сен күнде телевизордан қараймын. Сен айтса айтқандай шынымен қарасына, жеңгең дейтін қасын бәрін жұлып тастады міне. Ми жасамағаннан кейін бояп тастады орнын. Балдарды қарасы телефоннан шықпайды кәп. Сыртта не болады қызық емес, амандасыңдар ағаларыңа. Мына қарашы Тұрсынбек, өзің айтшы мыналарға енді. Енді жеңгеміз енді әдемі болу үшін енді қасын бояйды. Енді бәрі телефонда ғой, барлығы жалғыз олар емес қой. Тұрсынбек, сен өзің айтқан жоқсың ба? Енді сөзіне секіріп тұрсың. Ойбай, Тұрсынбек айтты ғой деп мен кезінде әкелеріміз қандай еді дегенге газет оқып жүрмін, телефон сатып жіберіп. Сен қатырады екенсің ғой Тұрсынбек. Қош келіп жатсың. Концерттеріңді көреміз. Қойшиш болды. Білеміз. Сен концерттің біткеннен кейін ағам бастайды үйде концертті. Сен жылына бір концерт беріп қоя қоймайсың ғой, 6 концерт бересің жылына. Оны жұма сайын қайталайды бізде. Ұят емес пе? Тұрсынбек құтты болсын, туғаның құтты болсын, денсаулығың құтты болсын, концерт беріп жатыр.
Кім Тұрсынбектен сұрайыншы, тырнақ бояуға бола ма екен, сұрап алшы осы кезде. Тұрсынбек, саған имам ба? Сенің имамың ғой, сен соның айтқаннан шықпайсың ғой. Қош болды. Тұрсынбек, құтты болсын, мына концерт беріп жатсың, денсаулығы мықты болсын, 40-қа толып жатыр екенсің. Енді халықтың осы ықыласына бөленіп жүре бер. Енді бұйырса орысша концерт берейін деп жатыр екенсің ғой. Дұрыс, орысша концерт берші, орысша концерт. Мына орысша түсінбейді ғой, құлағымыз тыныш болсын. Тұрсынбек, несінен бір өтініш бар. Келесі концертіңде былай айтшы. Құрметті жеңгелер, ағаларымыз 3 күнге үйде жоқ болып кетсе, қайтып келген кезде сіздер ренжімеңіздер. Қайта дастархан әзірлеп, керемет көңілмен қарсы алыңдар деп айтшы. Мен сосын ана айтып жіберемін. Сосын бүкіл жеңгелер ренжиді ғой, сен айтып еркектер үйге қонбай жүр 3 күн деп. Ол ақыл емес қой. Хотя түнгі 3-ке дейін деп айтшы Тұрсынбек. Енді түнгі 3-ке дейін не істейсің? Жұмыс біткеннен кейін тағы болмайды ғой. Ондай. Хотя 11-ге дейін кешкі. 11 енді болады енді. Нормально ғой, 11 болады. 11:30. Жоқ, 11 дейін болды енді. Ақшаңды берейін 12 Тұрсынбек, Жоқ енді 11 деді. 11 ма? 11. Болды онда қараш, 11-ге дейін айт. 11-ден кешікпеймін Тұрсынбек, шын айтамын, 11-де уже үйде отырамын мен. Мені неге сұранып отырсың, әйеліңізге айтсаңшы онда. Жоқ, просто сен айтқаннан кейін оған көрсету оңайда, мен видеоңды көрсете қоямын ғой. Жақсы ма? Жақсы. 11 ғой онда. Болды, нормально. Тұрсынбек, көкем айналайын, енді жер көрген, ел көрген азаматсың ғой, енді көпті көрген. Мынаны сен сұрайыншы, осы ер азамат үйге нешеде келу керек жалпы? Енді жұмыс 6-7-де бітсе, енді 8-де үйде отыру керек қой. 11 еді ғой Тұрсынбек.